Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін өте дәмді, өте оңай банафи тортын жасаймыз. Жұмыртқамызға қантымызды қойысып, араластырып, жақсылап. Дайын ұнымызға қопсытқышымызды салып араластырып, жаңағы жұмыртқамен қанттың үстіне қосамыз. Араластырамыз, елейміз. Енді үстіне сармайымызды саламыз, бөлме температурасындағы. Жақсылап қамыр елейміз. Мінекейіңіздер, қамырымыз дайын, өте жұмсақ. Енді бұны бірден формамызға салып, қызып тұрған алдын ала қыздырылған духовкамызға саламыз. Пісіреміз 20-25 минут. Шанышқымен тесіп аламыз. Енді кремімізді дайындаймыз. Сливки, қант, жақсылап басында жай, кейін қаттысымен айналдырамыз миксерді. Мінекейіңіз, креміміз дайын. Арнайы мешогына салып аламыз. Мінекейіңіз, біздің пирогымыз да дайын. Менде форманың диаметрі 26 болған. Ол өте не болады екен, кішкентай болады екен, сондықтан менде жуан болып шықты. Сіздер үлкен алыңыздар. Дайын пісіп шыққан пирогтың үстіне вареная сгущенка, банан, жаңағы кремімізді жағамыз. Сонымен тортымыз дайын. Торт емес, пирогымыз дайын. Өте оңай. Дайындап көріңіздер, маған тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, комментарий жасаңыздар, жазыңыздар, бір-бірімізді қолдайық. Мінекейіңіз, өте дәмді, оп-оңай. Үстіп бүкіл жеріне креміміз жағып шықтым. Дайын. Келесі кездескенше